өйтсем өз-өзіме дауыс беруге келген. Мен оны білген жоқпын, соңына дейін айтқан жоқпын. Қасым-Жомарт Кемел рұқсат бар, мен ішімде кетіп қалмасын, бір сұрағым бар. Жаңаөзен деген қалада жүрген өзім қазақтың қарапайым жігіт едім. Бір күннің ішінде өзім түсінбей қалдым. Қысқаша жауабым, бұл басқа Қазақстан деді. Бүйтіп салғысы келсе, бүйтіп салады қасына, бүйтіп салғысы келсе, бүйтіп салып тастайсың, оның жекеменшік жері. Мойындайсыздар, иә? Әрине мойындаймыз, осы қаланың тұрғынымыз бізде. Ішінде жаңбыр жауса, әсіресе қыстың күндері жүру мүмкін емес, ол бар нәрсе. Маған да қызық болып тұр. Біз қай жерден солардың қандай артықшылық бізге ұсынды олар. Түйе сауып тұрған келіннің көзіне сүт емес, ақша болып елестесін деймін да мен. Қашан Маңғыстау облысында ауыз су мәселесі түбегейлі шешіледі? Проблема, үлкен проблема, енді айтса өзімізге келеді. Мальдивалық тәжірибе деген бар, теңіздің үстіне салынатын нелер бар ғой. Мен де өзім маңғыстаулықтар мысалы әлдеқандай аламын. Кім не десе о десін. Қазір шын ойнақ болып жатыр. Барсаңыз, арақ пен сыраның бөтелкесі жатады сол жерде. Миллиардтаған қаржы бөлінгеннен кейін тексеріс болады. Жиналыстардың үстінде солдырып отырғанмен кейбір жерлерде аяғымызды аңдап басамыз бізде. Халықтың батасын алып кету керек қой кеткесін. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Массагет KZ редакциясы Маңғыстау облысына арнайы келіп, облыс әкімі Нұрдәулет Игілікұлымен өңірдегі өзекті мәселелер туралы сөз қозғамақ. Құрметті Нұрдәулет Игілікұлы, Массагет KZ редакциясы сізді облыс әкімі лауазымына тағайындалуыңызбен шын жүректен құттықтайды және біздің ұсынысымызды қабыл алғаныңызға алғыс білдіреміз. Рахмет, қош келдіңіз Маңғыстау. Рахмет. Көңіл күйіңіз, хал жағдайыңыз бәрі жақсы ма? Шүкір. Алдымен сіздің осы өңірге әкім болып тағайындалғаныңыздан бастағымыз келіп отыр. Жалпы бәрімізге белгілі, бұған дейін ұлттық компанияларда, теміржол саласында, мұнай саласында ұзақ жыл қызмет атқардыңыз. Әкім болудың, облыс әкімі болудың ерекшелігі, айырмашылығы қандай екен? Жалпы мемлекеттік қызметке қалай келдіңіз? Бүгінде түске дейін өзіңіз көріп отырғандай киіміме сәйкес бірнеше объектілерге барған аралап. Сол кезде жалғыз өзім таңертең тұрып, осы 24 жыл бұрын кейін айналдырып есіме түсіріп шыққам. Өзіме сондай ой келді. Я мен әкем теміржолшы, өзім де теміржолшымын, негізгі мамандығым. Сол салада 20 жылға жуық уақыт қызмет еттім теміржол саласында. Басында әскерден келгеннен кейін сол кезде 2000 жылы Астанаға көшу бір сәнге айналды ма, бәрін тастап көзімді жұмып отырып Астанаға кетіп қалдым. Өзі жас жігітпіз. Сол жақта теміржолдағы жұмысым басталды. Сосын 2018 жылы облыс әкімінің орынбасары болып Маңғыстауға кел деген ұсыныс түсті. Қазақстан теміржолында жүрген жерінде. Сосын әкеммен бір ақылдасып жіберіп, елге барып қызмет етуім дұрыс шығар деген ой салды. Сөйтіп мен Маңғыстауға қайтып келдім. Содан кейін бір уақыттар Ақтау қаласының әкімі болдым. Сосын қайтадан облыс әкімінің орынбасарына тағайындалдым. Сөйтіп 2023 жылдың басында өзіме ойламаған жерден Өзенмұнайгаз деген мекемеге жіберді. Бас директор болып. Мен мұнайшы емеспін. Дей тұрғанмен сондай сенім білдіріп, әріптес ағаларымыз. Сол жақта 1,5 жылдай жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде мамыр айының 17-сі күні, ол кезде мен облыстық мәслихаттың депутатымын. 16-сы күні кешке чатқа хабарлама келді, ертең бәріңіз облыстық әкімшілікке жиналасыздар, жаңа әкімге дауыс бересіздер. Ойымызда ешнәрсе жоқ. Мен сол кезде бір мекемемізде келеңсіз жағдай болып қалып, сонымен арпалып жүргенбіз. Сөйтіп дауыс беруге келдім, жаңа әкімге. Өйтсем өз-өзіме дауыс беруге келген. Мен білген жоқпын, соңына дейін айтқан жоқпын. Құпияда ұстап. Әрине бұл біріншіден президентіміздің сенімі, үлкен жауапкершілік. Екіншіден тағайындалған күні біз өзіміздің ағайындардың чаты бар. Сол кезде ақсақалдар сүйекке таңба түсіре көрме деп сондай бата ма, тапсырма ма, бұйрық па берді. Енді ауыр сөздер түсінген адам. Халықтың да сенімі бар, үміт артып отыр. Одан қалды үйдегі әке-шешемнің де күнде тілеуіміз тілеп отыр. Әйтеуір жұмысын қалай бүгінде жаңа түстің мезгілінде анаммен сөйлестім. Хабарласып отырамыз. Үлкен сенім, үлкен жүк. Әрине мен осы жердің тумасы болғаннан кейін мен ата-бабам осы жерде жатыр. Өзімде кіндік қаным осы жерде жатыр. Ол мен үшін үлкен біріншіден жаңа айтып отырған жауапкершілік, екіншіден әрине бақыт. Елге қызмет ету ол үлкен бақыт. Бұрынғы жұмыстармен салыстырғанда деген сияқты сұрақ қойдыңыз. Енді әрине әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар. Бірақ енді мына жерде масштаб бөлек,
бұл жерде тек қана бір сала емес, бір бағыт емес, жалпы өңірдің экономикасының қай бағыты болса да, ол менің мойнымда тұрған жүк деп есептеймін. Жұмыс жасауға құштарлық бар, арманымыз бар, жоспарымыз бар. Қазір енді бір құжаттарымыз бекітіп алғаннан кейін сол құжат бойынша біз ұзақ мерзімді жоспар құрып жатыр. Қазір осы шетелдегі институттармен байланысып, солардың пікірлерін біліп, ескеріп, құжатқа бәрін салып, бұйырса басталды жұмыс. Ал президент сізге қандай тапсырмалар берді? Неліктен дәл осындай Маңғыстау секілді маңызды өңірді басқаруды сізге сеніп тапсырды деп ойлайсыз? Мен сізге бір нәрсе айтайын. Мен тағайындалғаннан кейін 3 күннен кейін президенттің қабылдауында боласыз деп хабар келді. Мен үшін күтпеген жағдай. Мен бұрын соңды президентпен көзбе-көз отырып сөйлесіп көрмеген адаммын. Ешқандай қабылдауында болмаған адаммын. Жалпы жиналыстарда болып жүрмін. Президенттің қабылдауында болдым. Әрине, Қасым-Жомарт Кемелұлының беретін тапсырмаларының барлығы осы елдің, осы халықтың өсуі, өркендеуі, тұрмыс жағдайының жақсаруы. Әрине, әр саланы қозғады. Медицина да бар, оның ішінде білім де бар. Өзіңіз білетін шығарсыз, білім мәселесі біздің Маңғыстауда көрсеткішіміз сондай жақсы болып тұрған жоқ қазір. Инвестиция тарту, туризм дамыту деген сияқты әртүрлі бағыттарда президент тапсырма берді. Енді мен ол кісіге мынандай сұрақ қойдым. Қасым-Жомарт Кемелұлы, рұқсат бар, мен ішімде кетіп қалмасын, бір сұрағым бар, көкейімде тұрған. Кететін қоштасардың алдында. Айтыңыз деді. Мен енді ашығын айттым. Бұрын соңды жоғары лауазымға қол ұзындау, танысы бар лау деген сияқты кісілер болатын еді. Мен ойламаған жерден Жаңаөзен деген қалада жүрген өзім қазақтың қарапайым жігіт едім. Бір күннің ішінде өзім түсінбей қалдым. Бұның қалай болып кеткенін деп. Ол кісі айтты, сыртыңыздан зерттедік, халықтың пікірін ескердік. Жаңағы сізді бір күн ішінде тағайындап тастау, болмаса қолы ұзын кісілер туралы сұрағыңызға қысқаша жауабым, бұл басқа Қазақстан деді. Мен бұл сұрақты қойдым президентке. 2 ауыз сөзбен жауап берді, бұл басқа Қазақстан деді. Енді өзіңіз айтқан өңірдегі өзекті мәселелерге ойыссақ, ең бірінші Маңғыстау облысындағы, оның ішінде Ақтау қаласындағы өзекті бір мәселе ауыз су екені белгілі. Қазір жалпы қаладағы ахуал қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Бұған не себеп болып отыр? Қашан Маңғыстау облысында ауыз су мәселесі түбегейлі шешіледі? Өте орынды сұрақ. Күн тәртібіндегі ең бірінші сұрақ десек болады шығар. Бұл проблема бүгін не кеше туған жоқ. Біздің бала кезімізден көріп келе жатқан проблема. Қазір енді өңірлерге су барды ғой. Бұрын соңды біздер Бейнеу деген жерде туып өстім. Құдығымыз болатын, сол құдыққа су толтырып қойып, құдықтан су ішетін едік. Қазір енді тіке желілер барды ғой. Ауыз су. Негізгі проблема, біз енді осы жерде туып өскеннен кейін есімізде бұрын ас үйдегі су бөлек құбырмен келетін еді, Ақтау қаласында. Мына жуынатын жердегі, жуынатын бөлмедегі су бөлек келетін еді. Анау ауыз су, мынау үшеуі келетін су, бұл үшеуі келмейтін су. Яғни МАЭК деген мекеме 2 түрлі су шығарып отыр. Техникалық су, ауыз су дейді. Кейін халықтың әл-ауқатын жақсарғанын жақсы көрсеткіш деп есептеймін енді өзім іштей. Кейін халық, енді техникалық судың бағасы арзан, ауыз судан гөрі. Кейін халық бұл техникалық судан толықтай бас тартып, жуынатын жеріне де, ас үйіне де ауыз су құбырларын тартып алды. Яғни бұрында 50-50 болып тұрса шығаратын. Қазір жаппай техникалық су түсіп кетті да, ауыз су шығаруға көшіп кетті МАЭК. Бірінші мәселе сол. Екінші, әрине, шүкір халықтың саны өсіп жатыр. Өзіңіз көріп отырған шығарсыз, Ақтаудың қалай салынып жатқан, үлкен зәулім ғимараттар салынып жатыр. Оның бәрін сумен қамтамасыз етуіміз керек. Біз Маңғыстауға келетін судың 2 көзі бар. Біреуі Асырқынан келетін құбыр. Екіншісі Каспий суын ауыз суға айналдырады. Негізгі беріп тұрған мекеме ол МАЭК. МАЭКті қазір енді қай жыл салынған, ол қанша деген техника, ол зат, ол ескірді деген сияқты. Сол ескіру көрсеткіште оның қазір жоғары болып тұр. Сондықтан кейін Каспий су тұщыту зауыты деген қасында қосымша
зауыт салды, ол күніге 20 мың куб шығарып тұрады, ол да жетпей қалды. Өздеріңіз көріп отырғандай. Не істейміз? Осыдан 3 жыл бұрын шығар, 2,5-3 жыл бұрын біз не істейміз деген сұрақ осы Ақтауда әкім болып тұрған кезде қатты мазалады. Сол кезде де проблема бар еді. Жаз келсе су тапшылығы. Жаңа біреу судың бәрі X-қа кетіп жатыр деген бір қауесеттер таратып жүр. Ол рас емес. Себебін айтайын. Мысалы, МАЭК күніге 52 мың шығарады. Жаңағы Каспий су тұщыту зауыты 20 мың шығарады. Одан бөлек жаңағы Астраханнан келіп жатырған су бар. Риксқа күніге кететіні шауып кетсе 2 мың куб кетеді. 100 мың куб қайда, 2 мың куб. Сондықтан судың бәрін Рикс шығып жатыр деген ол бекер әңгіме. Жаңағы модернизация, жаңғырту жұмыстарын жүргізетін болса, оның жобалық сметалық құжаттамасын дайындайсың. Оған конкурс болады. Одан кейін құрылысының өзіне конкурс болады. Конкурс өкінішке орай қазір бір жаңағы келіспеген адамдар жазып жіберсе, ол конкурстың нәтижесін тексереді. Жылдарға кетіп қалады. Енді бізге тез жеңіс керек болды. Не істейміз деген кезде осы жергілікті бизнесмендер шақырып, азаматтар бір елге жасаған сауаптарыңыз болсын, өздеріңізге бизнес әрине ақшасы бір күнде қайтып келмейді, тез қайтып келмейді, үлкен мөлшерде қайтып келмейді, дей тұрғанмен жекеменшік су тұщыту зауытын салу керек деген ұсыныс бердік. Ұсыныс деп айтайын ба, өтініш деп айтайын ба, қалай қабылдасаң да сондай әңгіме болды. Соның ішінде суырылып бір азамат шықты. СК Строй деген мекеме, Исман деген жас бизнесмен жігіт, сол осыған кірісіп көрейін деді. Әуежайға бара жатқан жолда Ақшұқыр деген үлкен елді мекен бар. Сонымен Ақтаудың шекарасында жерін белгілеп бердік, теңіздің жағасынан. Бұл азамат барып, дүние жүзінде енді тек қана Маңғыстау емес қой, су тұщыту ішіп отырған. Басқа біз сияқты жерлер Қытайда да бар, Арабтарда да бар, теңіздің жағасы отырған. Солардың барлығын зерттеп келді. Келгеннен кейін мен кірсем деді, ол нақты шешім қабылдады. Және сол зауытты бастап кетті. Оған жекеменшік болғаннан кейін барып конкурс жасап қажет емес. Ол өзінің қаражаты, өзі барады, сатып алса келген сатып алады. Ол әлемде қандай ең жақсы жаңағы зауыттың құрылғылары бар. Оның ішінде мембрана болады, фильтрлер болады. Соларды Европада қандай ең жақсылары бар, соны сатып алып, Иранда мамандарға барып жинатып, осында бірінші 10 мың кубтық әкеліп қойды. Басында оған көп істенген жоқ, болмайтын нәрсе деп. Жоқ, қазір ол жасап кетті, қалаға су беріп жатыр. Қазір тағы да 10 мыңға тапсырыс беріп қойдым дейді. Яғни ол бұйырса келесі жылы 20 мың болады, ол бір. Екінші, Каспий су тұщыту зауытында 20 мың деп жаңа айтып кеткен, оның үстіне тағы да 20 мыңдық құрылғылар кеше келді. Оныкі монтаждау жұмыстары басталды. Бірінші 5 мың қосты, яғни ол бүгін 20 емес, 25 мың шығарып жатыр. Және қалған 15 мың осы тамыз айының аяғына дейін оны да бітіреміз. Сол кезде Каспий су тұщыту зауытынан 20 мың емес 40 мың су шығады тәулігіне. Ол үлкен көмек. Егер соны іске асыратын болсақ, мен енді қазір перспективаны айтамын. Соны іске асыратын болсақ, онда жалпы Ақтау қаласы және қасындағы елді мекендерде су проблемасы жалпы шешіледі. Бірақ әрине қала өсіп бара жатыр, онымен тоқтауға болмайды. Сондықтан біздер қазір МАЭК-тің өзінде қосымша 24 мың куб тәулігіне шығаратын құрылғыға жобалық сметалық құжаттама жасап жатырмыз. Ол биыл біту керек, экспертизадан сараптамадан шығу керек. Шыққаннан соң біздер оның да құрылысына конкурс жариялап, құрылысын бастауымыз керек. Ол екінші үлкен жоба. Үшіншісі, мына Жаңаөзеннің ар жағында Тоқмақ деген жер бар. Сол жерде Қазмұнайгаз тәулігіне 50 мың куб шығаратын зауыт олар салып жатыр. Бұл құрылыс қазір жүріп жатыр. Құбырлардың тоқтарын бәрін өткізіп қойды. Оны бұйырса жақын арада енді мына жаз мезгілінен сірек үлгерген жоқпыз ғой. Келесі жыл жазға дейін оны тапсырып, оны да іске қосып жіберуіміз керек. Сол кезде жалпы Маңғыстаудың су проблемасы жалпы шешіледі. Әрине, елді мекендер бар, әлде де жасау керек. Ол мысалы, жаңа айтып кеткен Ақшұқыр деген ауылда, ол жақта Сайын Шапатов, Ақшұқыр екеуі көрші жатқан ауылдар, 30 мыңдай халық тұрады. Ол жерде де жекеменшік Олжас деген азамат өзінің күшімен әкеліп 6 мыңдық кішігірім зауыт қойып тастады. Ол өзінің Ақшұқырмен Сайын дербестеніп кетті. су жағынан ол бізге мұқтаж емес. Қазір МАЭК-ке болмаса жаңағы Каспий су тұщыту зауытына олар қазір мұқтаж емес, өздерімен өздері болып кетті. Сондай кішігірім қондырғыларды Бекі деген ауылда салу керек, мысалы Мұнайлы ауданында бар ауылдар салу керек. Ол жүре береді. Жалпы жаңа үлкен жобаларды іске асыратын болсақ, біз іске асырамыз. Сол кезде жалпы проблема шешіледі судың. Енді Ақтауға келгеннен кейін жергілікті халықтан тағы бір құлағымыз шалып қалғаны,
құрылыстың ретсіздігінен хаос пайда болды дегенде бір пікір бар екен. Коммуналдық мәселелер осы хаостан пайда болып отырған жоқ па? Былай болған ғой, бұрында мысалы жеке бизнесмен алады да 10 гектар жер сатып алып қояды. Болмаса 5 гектар жер сатып алып қояды. Сосын барып сол 5 гектар, мысалы мына 5 гектардың ішіне өзі қалай орналастырса деді, үйлер сөйтіп орналастырып сала берген. Бүйтіп салғысы келсе, бүйтіп салады қасына, бүйтіп салғысы келсе, бүйтіп салып тастаса, оның жеке меншік жері. Сөйтіп 2022 жылы оған тоқтау салып, біздер мысалы үйге жер алатын кезде тек қана үйдің астында қанша болу керек, жер тізіп соны беретін болдық. Үйдің астында қанша болу керек? Мысалы 500 квадрат болу керек па? Астындағы жер тек қана сол жерді. Қасындағы жерде содан 1 сантиметр былай оның шаруасы болмау керек ол жерде. Кезінде сөйтіп салынып кеткен расы мына өте тығыз орналасқан, ішінде мектеп қаралмай кеткен шағын аудандар бар. Балабақша қаралмай кеткен шағын аудандар бар. Ол жоқты мен бар ол. Сөйтіп сондай сол кездерде сөйтіп салынып кеткен. Бірақ енді біз барымызша қазір президенттің инициативасымен, бастамасымен жайлы мектеп деген естіп жүрген шығарсыз, бағдарлама ашылды. Одан да басқа біз мектептер салып жатырмыз. Енді біз барымызша сол мектебі жоқ шағын аудандардың қасына жақындатып сол жерін жер беріп сөйтіп мектеп, жаңа балабақша деген сияқты. Әсіресе мектеп қой, енді балабақша қазір бәсекелестік ортаға көшіп кетті. Мектептер сөйтіп салып жатыр қазір. 16 шағын аудан, мен де соны сізге айтып отырғанмен ойымда 16 аудан елестетіп отыр енді. Ол жерде де ішкі жолдар жоқ, расында да халықтың көкейінде жүрген мәселе, көптен бері айтып жүр. Ол мен әкім болып тұрған кезде, қаланың әкім болып тұрған кезінде айтылған мәселе. Енді арада жылдар өтті. Қазір сол шағын ауданның ішіндегі абаттандыру мәселесіне мердігер мекеме анықталды. Бірақ енді жұмыс барысында тағы да қосымша бір керек нәрселер шығып қалып, жобалық сметалық құжаттаманы қайтадан жасақтап жатыр. Қайтадан бар нәрсе ғой, соны толықтырып жатыр. Сол жобалық сметалық құжаттама экспертизаның сараптамадан шыққаннан кейін оның да құрылысына кірісуіміз керек. 16 шағын ауданды білеміз. Ішінде жаңбыр жауса, әсіресе қыстың күндері жүру мүмкін емес, ол бар нәрсе. Мойындайсыздар, иә? Әрине мойындаймыз. Осы қаланың тұрғынымыз бізде. Ол жерде біздің ағайындарымыз тұрады. Енді қазақ болғаннан кейін, жергілікті қазақ болғасын, құданың не жеп жататын тұрады ғой бәрібір. Енді Маңғыстау облысы экономикасы жағынан алдыңғы қатардағы өңірлердің бірі екенін де білеміз. Жалпы қазір өңірдегі экономикалық хал ахуал қалай? Қандай бағытта дамытып жатырсыздар? Инвестиция тарту мәселесі қалай дамып жатыр? Жердің ерекшелігіне байланысты өздеріңіз білесіздер, бұл біздің Маңғыстаудың экономикасы көбіне көп мұнай газ саласымен тығыз байланысты. Президент те тапсырма берді, үкіметтен де тапсырма бар. Бұл бағытпен біздер қатып қалмауымыз керек, диверсификация жасауымыз керек экономиканы. Қандай бағыт? Біріншіден, әлі шауып кете алмай тұрған туризм деген мәселе. Бізде барлық жағдай бар. Табиғатымызда теңіз анау тұрған, жер асты мұражайы дейді, әулиелі жерлер қаншама. Тіпті керек болса мына Ақтаудың төңірегінде Рикс орналасқан жерде сәл әрігеректе жердің астында өте құнарлы минерал су бар. Оны біз әлі ескерген жоқпыз, оны әлі жұмыстанған жоқпыз. Оны біз қызыққа Чехияға жіберіп көрдік, экспертизаға, жаңа лабораторияға. Олардан келді, сапасы жөнінен Сарыағаштан да келіп түспейді, Чехиядағы сулардан да келіп түспейтін минерал су бар. Ол тіпті онымен айналысқан жоқпыз әлі біздер. Яғни бұл жерде санаторий ашуға толықтай мүмкіндік бар. Алда жоспар бар. Жоспар болғанда қазір бір жоба жүріп жатыр, бірақ енді ол қаржы жағына кішкене сәл кідіріп қалды. Жақында соның құрылтайшысы мекеменің осында келіп кетті, өтініш жасады, Астанаға барып, ана Бәйтерек холдингінен ба, әлде болмаса өнеркәсіп дамыту фондынан ба жеңіл ұзақ ақша алып беруге көмектесші деп сұрап келді. Бұйырса Астанаға барғанда бұл мәселені де көтереміз. Жалпы туризм бағытында менің түсінігімде потенциал өте үлкен бізде. Келгісі келетіндер көп. Қазір қарасаңыз, жаздың күні Ақтауда қонақ үйлерде орын жоқ. Пәтерлер жалдамалы, оларда да орын жоқ. Біз оны білетініміз, бізге білмей өзінің көлігімен, болмаса жеке пойызбен өзі келіп кетіп жатқан туристердің саны қаншама. Ол сірә өз алдына. Біздер қазір енді осы бағытта қазір туризм бойынша мастер план дейді ғой. Соны жасақтап жатырмыз. 13 маусым күні алдыңғы айда президент үлкен жиналыс өткізді туризм бағыты бойынша. Маңғыстау бойынша нақты тапсырма берді осы бағыт бойынша. Бізге жаңа ғана Бакудің болмаса араб елдерінің алдыңғы тәжірибелерін зерттеңіздер деген тапсырма берді. Біз сол аптада менің бірінші орынбасарым бар, бастаған делегация ішінде ғалымдар кірді, Алматыдағы жобалық жасайтын жаңағы
бас жоспар жасайтын институттың ішіндегі олар да ғалымдар ғой енді. Солар кірді, қоғам белсенділері кірді, Бакуге барды, сосын барып Дубайға барып, ол жақтағы елшілік бәрін ұйымдастырып қойған, барып тәжірибе алмастыру жұмыстары болды. Сол кезде Арабстандағы біз сияқты әкімдер бар, бұлардың не деп айтатынын білмеймін. Солармен кездескен, сол кезде айтыпты, сендер бастарын қатырмаңдар, біз бұл қатені көп рет өттік деп. Енді бұл бір күнде Дубай болып шыға келген жоқ, немесе Баку болып шыға келген жоқ. Біз былай көрген, олар тарихтарын айтып берген. Былай көрдік, сүріндік, әртүрлі көрдік. Сосын ақыры болмағаннан кейін дүние жүзіндегі 5 мықты жаңағы бас жоспармен айналысатын, урбанистикамен айналысатын 5 мықты деген мекеменің ғалымдарын Дубайға тарттырып, жағдайларын жасап беріп, сол жерде үлкен консорциум құрған, солар екен. Дубайдың бас жоспарын жасаған, Бакудың бас жоспарын жасаған. Ол жерде де абайлап жасау керек, себебі біздер ерсілі-қарсылы жобаға келсе болады деп нетіп жібереміз, қабылдап жібереміз ол құжатты. Олар бізге ақыл айтты, жоқ олай болмайды деп. Сосын өздері енді рахмет, оларға сауап шығар, айтты, біз де мұсылманбыз, оның үстінде жаңа президентіміздің де тапсырмасы бар, оны да айттық. Сіздерге көмектесейік, сендер дайындалып жатқан, жасақталып жатқан бас жоспарларыңызды бізге салып жіберіңіздер, ағылшынша аударып. Біз қай жерде қате жібергендеріңізді айтамыз, қалай түзеу керек екенін айтамыз деп. Бүгін дүйсенбі ғой. Бүгін таңертең 3 апта ма 4 апта ма олар қарады, ағылшынша версиясын салып жіберді бізге. Қазір қазақ орыс тілдерін аударып жатыр. Сосын бізге алып келді, сосын көреміз. Маған да қызық болып тұр. Біз қай жерден, солардың қандай артықшылық бізге ұсынды олар. Туризм дамыту бойынша біздерде жаңағы айтып отырған бұрын соңды президенттің резиденциясы болған жерді қазір президент әкімшілігі бәрі қайтып берді ғой елге деп. Сол жерде 226 гектар, мына жерде Ақтаудың төңірегінде, қаланың ішінде десек болады. Сол жердің бас жоспарын бекітсек, ол туризмнің үлкен бір бағыты болатын жерді деп есептеймін. Себебі тұрған жерде ыңғайлы, жақын қаладан. Суы да жақсы сол жердің, тереңде емес, тайызда емес, теңіздің жақсы. Сол жерде үлкен туристік жобаларды бастаймыз. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, тағы да бізде игерілмей тұрған, және де мен кей кезде түсінбеймін, неге соны бұрын игермедік екен деп ойлаймын. Біздің ата-бабамыз бағып келген мал ол түйе, Маңғыстауға. Түйе өзі Маңғыстаудың малы. Бірақ қазір облысымызда 100 мыңнан астам түйе бар. Бірақ біздер түйенің сүтін соны дұрыс қолданбай отыр. Ауылдағы ағайын тек өзінің күнделікті шайына, шұбатына салып, үлкен түйе шаруашылығы бар азаматтар олар шұбат сатып, шұбат жасап жаңағы кен орындармен келісімшарт жасайды. Айналдырғанда сол түйенің сүті Маңғыстаудың ішіне айналып жүр, басқа сыртқа шығып жатқан жоқ. Енді өткен жолы біздер естідік, Қытай түйенің сүтінен биологиялық жаңағы қосымшалар бар ғой, витаминдер. Соны жақсы жасайды. Сол өздері ұнатады ма, мен білмеймін. Қытайда сол жақсы өтеді екен. Сөйтіп өткен жолы осыдан бір 3 апта уақыт бұрын Қытайға барып, сол зауыттың құрылтайшысымен кездесіп, осыны өзі әкеліп көрсетті, біз нан шығарып жатыр деп. Ол қалбырда кәдімгі. Соның ішіне сыртында түйенің суреті тұр. Олар түйенің, жылқының үстіне сондай порошок жасайды да, сөйтіп витаминдер жасайды екен. Сосын өзінің Қытай азаматының видеосын көрсетті, 2200-дей түйесі бар екен. Ол енді айтады, біз жаңағы лабораториядан өткізейік, егер құнары бәрі жаңағы келіп тұрса, онда біз жақтан завод қойып, Маңғыстаудан бізге Қытайға жіберіп отырыңдар, біз алып отырамыз. Қанша жіберсең де алып отырамыз деді. Қызық болып кетті бізге де. Келгеннен кейін осы 5 па 6 ауылдың түйелерінің сүтін алып, енді әр жердің шөбі әртүрлі деген сияқты, Маңғыстаудың әр жеріндегі. Қытайға жібердік, өте керемет нәтиже келді. Енді қазір осында Бошанов Болат деген бизнесмен бар. Сол азаматқа қолқа салдым. Сен қолына іс келеді. Сол түйенің сүтін порошокқа, ұнтақ дейді ме, порошокты, ұнтаққа айналдыратын зауыт салшы деп. Ол қазір мына жерде Маңғыстаудан Шетпе деген орталығы бар. Сол жердің айналасында түйе ауылдар көп, жалпы ауылдар көп. Сол жерден қазір жерін қаралып бастады. Ол жүріп кететін болса, бұл жаңа сүт таситын көліктер бар кәделенген. Соны қойып қою керек, жоспарымыз. Сөйтіп ол таңертең шығып ауылдардың бәрін, кішкентай ауыл бар, үлкен бәрін аралап шығып, сол жерде сүттерін адамдарын сатып алу керек. Яғни қарапайым ауылда тұратын, күнде түйе сауып тұрған келіннің көзіне сүт емес, ақша болып елестесін деймін да мен. Ол бүгін бір түйе сауып жүрсе, ертең 3 түйе сауылса келеді. Күнделікті қаржысы қалтасына түсіп тұратын. Біздің жоспарымыз сондай, сол іске асып кетсе екен деп өзім аптасына бірнеше рет осы сұрақпен өзім осыған қадалдым. Осымен Болаттан да ізінен қалмай жүрмін қазір. Астанамен де сөйлесіп жатыр қаржыландыру бойынша.
осы іске асып кетсе ғой шіркін деген ішімде ойым бар. Егер сол жүріп кететін болса, онда тура сондай зауытты Жаңаөзен қаласынан, мына жерде Фуршевченко деген қала бар Түпқараған ауданында, мүмкін Бейнеуден қойып тастағымыз келеді. Халықтың негізгі бір мәселесі білім саласы және денсаулық екені белгілі. Өңірдегі медициналық қызметтің сапасы қандай және қолжетімділікті, сапаны арттыру үшін қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Өкінішке орай сұрағыңызбен мен толықтай келісемін. Мен біздің дәрігерлер жаман деп айтпаймын. Дәрігер қолынан келгеннің барлығын жасайды. Әртүрлі әңгімелер бар, бірақ мен ақ халаттыларға, абзал жандарға мен сенемін. Олар күндіз түн уақытымен санаспайды, жұмыстарын жасап жатыр. Бірақ дегенмен де медицина саласында проблема жоқ емес, бар. Біріншіден, медициналық ғимараттардың жетіспеуі өңірлерде, аудандарда. Біздер әртүрлі ауыл ел бесігі бағдарлама аясында амбулаториялар салып жатыр. Дегенмен де жетіспейді. Бұл бір. Екінші мәселе кадр тапшылығы. Біздерде қазір Маңғыстау облысында 200-дің үстінде дәрігер тапшы. Не істейміз? Қазір енді ойланып келіп, өткен аптада есіңізде болса, сізге ақпарат жеткен шығар. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Алдаберген Бозымбаев келіп кетті. Сол кезде Жаңаөзен қаласында да осы мәселені көтердік. Яғни Жаңаөзен мен Ақтауда сырттан келетін дәрігерлерге жағдай жасау. Екіншіден, қазір біз әкімшіліктің гранты бар, оқытатын, дәрігерлерді оқытатын. Соған гранттың санын көбейттік. Жылына 196 мекен 200 айналасында грант болу керек, қателеспесем. Соған дейін интернатурасы бар, оқытатын бар деген сияқты. Біздер дәрігерлерді осына тартуымыз керек. Мысалы, Жаңаөзен қаласында, мен сізге айтайын, кейбір әріптестерім таңғалады, МРТ сосын ангиограф деген бір өте тапшы, мынау адамның қолына түспейтін нелер бар, аппараттар бар. Бірақ ол тұр, сол сияқты сонымен жұмыс жасайтын, диагнозды дұрыс қойып білетін дәрігерлер керек. Әртүрлі саланың дәрігерлер бізде тапшы. Әрине біз өз тарапымыздан жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мысалы, Мұнайлы ауданында неше жылдан бері мен Бейнеуде тусам да Мұнайлыда өстім. Мұнайлы ауданында неше жылдан мен бала кезімнен бері жыр болып келе жатқан емхана мен дәріхана. Дәріхана деп аурухана. Аурухана салу. Оның құрылысы қазір жүріп жатыр, бюджетіне байланысты сәл кідіріп тұр. Өз тарапымыздан жасап жатыр, бірақ кадр мәселесіне келген кезде осындай бір проблемаға келіп соқтық тұр. Білім саласы. Білім саласында туралы да мен ешкімге қазір күйе жақпаймын. Мұғалім өзінің мұғалімдігін жасап жатыр. Ол жерде де кадр тапшылығы бар. Бірақ енді расында да Маңғыстауда орта білім деңгейі Қазақстанның арты жағында жүрміз қазір. Не істейміз деген сұрақ Тамара Қасымовна вице-премьер бастамасымен, жетекшілігімен десем болатын шығар. Қазір біздер Маңғыстауда отпан деген бағдарлама жасадық. Отпан деген бағдарламада Маңғыстаудың 50 мектебінің мұғалімдерінің білімнің сапасын арттыру, қайта оқыту, оның үшін мектептің ішін жаңа заманауи технологиямен жабдықтау деген сияқты. 50 мектепті 3 қор, біріншісі халық қоры, екіншісі ордабасы болу керек, үшіншісі NCOC деген мекеме бар, мұнай газ саласында жүрген. Сол 3 қор 50 мектепті бөліп алды. Қазір кірісіп жатыр. Яғни мұғалімдердің сапасын, мектептің ішіндегі мұғалімдердің білім сапасын, сосын мектептің ішіндегі жабдықтау мәселесін толықтай өздерінің мойнына алып, сапасын арттыру яғни. Көреміз қазір. Енді басталған бағдарлама. Біз енді қол қусырып қарап отыруға беруге болмайды. Қалай болғанда да әуелі білім деңгейінің сапасын арттырмасақ, оқытушылардың, онда оқушыларды қиындау болады шығар. Ол бір ма, екіншісі Қазмұнайгаздың, Өзенмұнайгаздың қолдауымен біздер жылына қазір қателеспесем Жаңаөзеннен 500 бала болу керек. Қазақстанның әр жеріндегі жақсы алдын қатар мектептерде, біреу Бурабайда Айқанат деген мектеп бар, біреу физика, математика деген сияқты қаржыландырып, соны жататын, тұратын, баратын, келетін оқуының ақшасын төлеп балаларды оқытып жатыр. Биыл Қазмұнайгаз жақында бір жақсы хабар айтты, баланың санын 1000-ға дейін өсіреміз деді, 2 есеге. Қазір салынып жатқан жайлы мектеп бағдарламасы, оған да үмітіміз үлкен біздің. Маңғыстауда 21 мектеп қаралған. Биыл күзде 5-еу тапсырылу керек. Әрине бір ішті қуантатын нәрсе, ол мектептер қай жерге салынып жатыр. Мысалы, мына жерде Рауан деген ауыл бар, Ақтаудың қасында. Ол жерде не мектеп болған жоқ, не жол болған жоқ қазір.
рауанда салынып жатыр мысалы ол мектеп. Қандай керемет не. Сол енді рауанның балалары мектепке Ақтауға дейін бармайды. Ол мен түсінер едім, егер Ақтаудың ішінде тиіп тұрса, ол сырт жақта. Олар енді үйінің қасынан есігінің алдында тұрған мектепке барады. Міне сондай жұмыстар жүріп жатыр білім саласында. Сосын мұнай компанияларының беретін гранттары бар ғой, балдарды оқытуға. Соған мысалы биыл Жаңаөзеннің өзі, Өзенмұнайгаздың өзі, жаңа ұжымдық келісімшартқа өзгерсеңіз, 350 баланы Өзенмұнайгаз жоғары оқу орындарында Жаңаөзеннің олар оқытып тұрады. Жұмыстар жүріп жатқан жоқ емес, жүрмей жатқан жоқ емес, жүріп жатыр, дегенмен де сәл уақыт керек, сәл мүмкін дұрыс жоспарлау керек шығар. Енді өкінішке орай, бірақ қазіргі деңгейінде осындай. Енді Маңғыстау облысы, оның ішінде Ақтау қаласы туризмді дамытуға ең бір қолайлы өңір қала екені белгілі. Ақтау қаласы түркі әлемінің астанасы болып та бекітілді. Осы бағытта қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Жобаларыңыз, жоспарларыңыз дайын ба? Өте бізді қуантатындай шешім қабылданды. Ақтау қаласын түркі әлемінің астанасы деп тапты. Келесі жылға біздер үлкен жоспар құрып жатырмыз. Ол шетелдерден Маңғыстауда біріншіден ол мәдени шаралар, ол спорттық шаралар, ол білім конференция. Біздерде де өзімізде енді Маңғыстаудан шыққан ғұламалар аз емес, мысалы Әбіш Кекілбаевтың өзінен тұрады. Ертең бұйырса міне келесі айда үлкен ғылыми жан-жақтан көптеген ғалымдарды шақырып, сол Әбекеңнің замандастарын шақырып, үзеңгілестерін шақырып, осындай үлкен ғылыми конференция жасайын деп жатыр. Келесі жылға үлкен шаралар бар. Бізге енді барымызша қазақтың кеңдігін, қазақтың қонақжайлылығын, қазақтың әдемі салт дәстүрін бүкіл түркіге паш етіп, бүкіл түркі еместерге де паш етіп, осы Маңғыстауда дәлелдегіміз келеді. Мен білмеймін қалай қабылданған шешімнің, бірақ өткенде Жүрсін Ерманов ағамыз келіп кеткен осында. Сол кезде Аманжол Әлтаев ағамызбен екеуі келіп кетті, осында айтыс шаралары болды. Атырау мен Маңғыстау айтысы. Сол кезде мен ұсыныс жасаған, бұл енді Қазақстан бойынша жүріп жатырған қазір шара, финал келесі жылдың наурызына барады деді. Сол кезде мен ұсыныс жасаған. Біздер Ақтау түркі әлемінің ордасы болдық. Сол финалды Маңғыстауда ұйымдастырыңдаршы деп. Оны да көрсетсек халыққа, наурызға алып келейік бәрін. Бүкіл Қазақстанды шақырайық, сырттан қонақтар шақырайық. Біздің ойымыз сондай, барымызша енді сол біздің қазақтың кеңдігін, біздің бауырмалдығымызды бәрін сол көрсеткіміз келді. Тура осы жерде Ақтауда тұр. Осы Ақтау қаласын жаңа өзіңіз айттыңыз сөзіңізде Дубай, Баку деп, немесе өзіміздің Алматы, Астана секілді ірі мегаполиске айналдыру үшін қанша уақыт керек? Не жетіспейді Ақтауға? Біріншіден бізде әйтеуір шүкір туу көрсеткіші өте жақсы Маңғыстауда. Ол біріншіден әрине өсім. Екіншіден өздеріңіз білесіздер, Маңғыстауға бұрын соңды ертеректе көшіп кеткен ағайындарымыз көптеп көшіп келді. Шүкір елге оралды бауырларымыз. Ол бар. Және де енді өзіңіз көріп отырсыз, құрылыс салынып жатыр деген сөз, яғни халықтың саны өсіп келе жатыр деген сөз ғой. Әйтпесе ол құрылыстың жағдайы анау мегаполисқа ертелі кеш бәрі Маңғыстау айналады, Ақтау айналады. Ол үшін жаңағындай адам қызығатындай қылып, туризм дамыған, мәдениет, туризм дамыса, адам мәдениеті дамиды. Ол сөзсіз, ешқандай сөзсіз ол. Бұл Ақтау сияқты, мысалы, тура Түркияда да осы жолдан өткен. Қазір Түркия туризммен жақсы күн көріп отыр, онда экономикасының бір үлкен бөлігін туризм ұстап отыр. Бұлар да осы жолдан өткен. Бұл жақта да жұмыссыздар болған. Ататүріктің кітабын оқысаңыз, оның ішінде барлығы жазылған. Түркияда да жұмыссыздар болған. Таңертеңнен кешке дейін шай ішіп отыра беретін заман болған. Сосын бұл кісі Ататүрк, жаңағы біздің президентіміз айтып отыр ғой, Дубайдың несін қараңыздар, Бакудың тәжірибесін қараңыздар деп. Ол кісі зейнет балалықты Германияда мамандар алып келеді. Айтады, міне саған жер, мен саған қонақ үй саласың, мына жерге басқа бір нәрсе саласың, саған кедергі келтірмейміз. Тек қана бір неміс азаматы келсе, қасына 5 түрікті ертіп жүресің, үйретесің деп тапсырма береді. Республика дамып кетті. Біз де сол жолдан өтеміз, ол ертелі кеш бәрі қалай болғанда келеміз. Қазір оның үстіне мысалы байқап отырсаңыз, әлемдік тенденция қандай болып кетті. Қазір көбісі мынандай жылтыр туризмнен қашып, жабайы туризмге қарай жақсы көретін, мысалы европалықтар. Ал үшін бізде Бозжыра бар, Тұзбайыр бар деген сияқты бізде әдемі жерлер көп. Тек қана солар жағдай жасау керек. Ал енді Ақтау курортты қалаға қашан айналады? Курортты қалаға айналып келе жатырмыз. Осы жақында өзім таңғалдым, біз кешке шығып, түнде шығып жүрмейді екенбіз. Көбіне көлікпен жүресің де баратын жеріне көлікпен барып қал. Өткенде мен осыдан бір ай бұрын ба қызыққа түнде шығып жүріп көрдім, осы Ақтаудың үстінде не болып жатыр екен. Жаяу. Жаяу, иә. Мен жалпы өзім жаяу көріп жүремін. Қарап отырсаңыз, мен аяқ киімде шаң-шаң. Бүгін де сол бірталай жер жаяу аралап келдік.
тіпті мен таң қалдым. Көшелер ана түнде жарықтандырып қойған даланың жаңағы жазғы кафелер тұр, адамдар кофесін ішіп отыр, шайын ішіп отыр, сөйлесіп отыр бір-бірімен. Және бірнеше қызыққа, енді бүгін кетесіздер ғой. Өзім таң қалдым. Мен шықпағаныма Ақтауға түнде бірталай болған екен. Ананы мен көрген жоқпын. Өзім риза болдым. Жүрген туристер, сырттан келген адамдар бар, көрініп тұрады. Сырттан келген адамдар, бұл туристер. Олар ешқайда асықпайды, серуендеп келе жатады, қыдырып. Өзге тартымды, іштей мәз болдым, шынымды айтсам, қуанып қалдым. Бізге де осылай болып келе жатыр екен ғой деп. Мысалы, көзін байлап отырып сол жерге салып жіберсе, кейбір жерлері бар Ақтауда. Шетелден ешқандай кем емес. Әсіресе түнгі қала. Енді Маңғыстау облысы мәдени мұраға да, тарихи мұраға да бай екенін білеміз. Осыны сақтап қалу үшін, халықаралық деңгейде насихаттау үшін не істеп жатырсыздар? Әрине біздер бабамыздан қалған жер, қасиетті орындар, мысалы Шопан ата мен Бекет атаның өзінде тұрады. Сақтап қалғанда ол сақталып қалады. Қазір мынандай инициатива қозғап отыр. Әр сондай қасиетті жерді бір бизнес мекемесіне беріп қойып бекітіп. Ол тазалығын қарап отыру керек. Ол сол жерге келетін адамдардың азғантай жағдай жасалып тұру керек. Жаңа отырғыштары бар, көлеңке сүріп тұратын, жаңа беседка дейді ма не дейді. Сондайлар бар. Сол әр бизнеске бөліп берейін деп қазір жасақтап жатыр. Және де азаматтар қарсы болады деп ойламаймын, себебі ол үшін де сауап, елге де пайда. Біздер әрине өз тарапымыздан насихаттаймыз. Проблема, үлкен проблема, енді айтса өзімізге келеді. Басындағы тазалықтың жоқтығы. Адамдар кейбір жерлесе бәрі деп айтпай қояйын, кейбір азаматтар келеді, сол жерде өзінен қалған қалыптар солай қалдырып кетеді. Жинау мәселесі. Өткенде де қоғам белсенділері енді шығып айтып жатыр ғой, тазалық сақтайды деп. Енді сол тазалық болу үшін, ол үшін жаңағы басында мүмкін жағдай жасау керек шығар, мүмкін қонақ үйлер кішігірім салу керек шығар, мүмкін. Бірақ енді болжырған тұсында не болып кеткенін көрген шығарсыздар. Негізінде өзімнің жеке пікірім, ол салыну керек ол жерге, қонақ үй. Салыну керек, ол қонақ үйдің иесі ана жердің тазалығын сақтау керек. Ол жерде келген халыққа кішігірім жағдай жасап беріп отыру керек. Дүниежүзі соған көшіп бара жатыр. Білмеймін, біз неге артқа тартқанымыз сол тұста. Бірақ сол бір жасатпай қалғанда мен әлі шынымды айтсам, ішім удай ашиды. Ол жағын бизнесмен кетіп тұр жасаймын деп. Миллиардтаған сомаға салам дейді. Ол мәселе түріктің азаматы ма, қазақтың азаматы ма, бәрібір. Кім болса да ана жерде тазалық сақтайтын заманауи сол жерді ұқыпты қылып әп-әдемі ұстап отыратын мекеме керек еді негізінде. Қазір не болып жатыр басында? Біреулер айтады, атадан алыс емес жерде тұр, жаңағы келгесін, қонақ үйге келгесін адамдар шын ойнаққа айналдырады дейді. Қазір шын ойнақ болып жатыр. Барсаңыз, арақ пен сыраның бөтелкесі жатады сол жерде. Яғни адамдар барады ғой, көлікпен барады, палатка деп жатады. Тура сол сияқты Тұзбайыр деген жер бар. Негізінде Маңғыстау Шерқала бар, Маңғыстау ауданында әдемі жерлер бізде көп. Соны жандандырып, жан бітіріп, денесіне қан жүгіртіп сол жердің бизнес арқылы болады ма, или басқа бір қаржы көздерінен ба. Біздер қазір енді алдын ала шауып кетпей қойын, айтпайын, бірақ қазір әр мекемеге сол әрбір қасиет жерлерді бекіту жұмыстары қазір қағаз жасақталып жатыр, бекітіп, сол азаматтар шақырып, бұлар әрине білмейді әзірге, ондай тапсырма болатын, ұсыныс болатын. Шақырып айтамын, жігіттер, мынаған сен жауаптысың. 2 аптада бір рет адамдар барып тазалап тұру керек. Басына жаңа отырғыштар қоясың, келетін халыққа ыңғайлы жағдай жасайсың. Су керек па, су құятын жаңағы бөшкелер қоясың сол жерде. Соның үшін толтырып тұрасың барып сумен. Келген адам жуынып, шайынып, дәрет алатын болса да, мысалы тек жаяу жүріп келіп терлеп бет қолын жуып алатын болса да, аз-көп жағдай жасалып тұру керек. Өңірде туризмді дамыту үшін тағы қандай туристік нысандар, маршруттар, Каспий теңізінің жағасында қандай да бір туристік орталықтар ашу жоспарда бар ма? Жалпы туристерді, Маңғыстау халқын болашақта туристік бағытта не күтеді? Осы айдың 8-9 жұлдызы күні біз араб мемлекетінің осы туризмді қатты дамытып отырған мекемелерін келісіп қойдық. Біздің делегация, бизнесмендер бар, біздің әкімшіліктің азаматтары бар. Бұл жаққа барады, сол жаққа. Мәселе неде? Біріншісі олардың зерттеп көргісі келіп отырғаны, біз өткен аптада жиналдық, ақылдастық, талқыладық. Ойымыз мынандай. Біріншіден, жаңағындай теңіз жоқ жердегі туризм қалай дамытып жатыр олар. Теңіз жоқ, бір әдемі жерлерде. Не қойды олар ол жерге? Жолын салып берді ма? Инфрақұрылым тартып берді ма? Қонақ үй салды ма? Бірақ оларды ағылып адамдар соны көру үшін
басқа мемлекеттен келеді олар арабтарға. Ерінбей сол 3 сағат көлікпен жүріп барады. Оған жол тарту керек па? Біз енді дайын араб әріптестеріміз, ағайындар келіп көрсетеміз, үйретеміз деп отырған не істейміз ойлап тауып. Одан барып үйреніп алып, қағазға түсіріп алып, соны жақтан жасап қою керек, басқа тұрмай. Ол басымызды ауыртпауымыз керек. Әйтпесе біреу былай тартады, біреу былай тартады. Ол бәрі білгіш сияқты болып кетеді кей кезде. Екінің бір маман не болып кетті, эксперт болып кетті ғой. Біз одан да сол барып, сол жолды өткен, әбден тебіліп, сол нүктесіне жеткен, мәресіне жеткен сол арабтар сияқты, Түркия сияқты мемлекеттерден барып үйреніп алып, соны жасайық деп отырмыз. Жаңағы теңіздің туризмі дегеннен шығады, Мальдивалық тәжірибе деген бар, теңіздің үстіне салынатын нелер бар ғой. Бунгало сияқты қонақ үйлер, иә. Арабтарда сол да бар екен, ертең 8-9 күні барған кезде сонда қарап келеді. Егер ол дұрыс болып тұрса, онда Каспийдің үстінен салам бітіп кеткен біздің жергілікті бизнесмен бар. Үлкен бизнесмен, қазір тек қана Маңғыстауда емес, Алматыда бизнесі бар, Астанада да салып жатыр. Сол жігіттер ниеттеніп отыр. Егер сол болып кетсе, біз енді бір жерден тек теңіз деп қатып қалмай, жан-жақтан қарастырып жатырмыз бәрін. Ең бастысы бағасы халыққа қолжетімді болады ғой. Негізінде қонақ үй салған кезде әртүрлі деңгейде қонақ үйлер салыну керек, иә. Мысалы рикс қымбат, сөз жоқ. Ешкім талас жоқ. Қымбат болғанда да қалай? Ол жақта самолеттің, авиацияның принципі сияқты, ертерек алсаң, арзанға шығады. Адам аз болса, билет арзандап тұрады. Ана ішінде программа тұр оларда, билеттің бағасын. Адам көбейген сайын, күн жақындаған сайын, мысалы авиацияға, самолетке билет алған кезде, тақап келген кезде қымбат түседі. Бұл да сондай ғой. Сондықтан біздер әртүрлі деңгейдегі қонақ үйлер салуымыз керек. Жаңағы Мальдивалық қонақ үйлердің бағасы қандай болатынын білмеймін, оны зерттеу керек. Әрине, ушықтырып қоймайды ғой түсінікті жағдай. Қазір мен әлі барып көрген жоқпын, бірақ мына Ақтаудың сыртында құрыққа қарай бір жергілікті азаматша андай қонақ үйлер салыпты, кішкентай жаңағы не сияқты, бунгало сияқты. Барып көрген жоқпын, барып көргім келіп жүр. Оған да сұраныс жақсы дейді, бағасы да қымбат емес, адамға тиімді. Теңіз қасында, ауқаттанатын жер қасында бәрін бір жерден жасап қойған деп қалашық қылып салып қойған ғой. Редакциямызға жиі келетін мәселенің бірі Маңғыстау облысындағы экология, оның ішінде Каспий теңізінің экологиясы туралы жиі естіп жатамыз. Хаттар келіп жатады редакциямызға. Жалпы табиғи ресурстарды өндіру, өңдеуге байланысты, бірақ сол кезде экологияны сақтау мақсатында қандай ұсыныстар беріп жатырсыздар, немесе қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Енді ұсыныстар болғанда бұл жерде экология деген проблема қайдан шығады? Ол үлкен өндіріс орындары ғой, солардан қауіп. Енді қазір Қазақстан бойынша стандарт қабылданды. Әр мысалы Казазот сияқты, МАЭК сияқты үлкен өндіріс орындарында не қою, түтін шығатын жерінде құрылғы қою әдейіленген. Шығармаған жер тазалап сөйтіп қоятын. Қазір ол жұмыстар жүріп жатыр. Дайында нақты біте қойған жоқ. Әрине бітеді, ол бітпейді деген болмайды. Енді жалпы қазір былай ғой, халық бәрін көріп отыр, қай жерде қандай проблема бар, сигнал келіп түседі. Қазір ешкім ешнәрсе жасай алмайсың. Сондықтан теңіздің жағасындағы экология деген содан шығады. Мысалы мен бірақ енді бір түсінбейтін нәрсем бар, өткенде экологтарға тапсырма берген. Неге итбалықтар өледі деген. Мен басқа мемлекеттерді білмеймін. Ол жақта итбалық өліп жатыр ма, өліп жатқан жоқ па? Неге біз Маңғыстауда өледі сол итбалық деген? Ол қараптан қарап ол итбалық өлмеу керек қой. Яғни бір өзім ішкі ойым, бір күдігім бар қанша дегенде. Соны тапсырма берген, соны зерттеңдер. Неге олай болады? Әлде өздерінің бір іштерінде кім білсін, тірі жәндік болғаннан кейін мүмкін ауыратын шығар, оларда да бар шығар, ауырады деген. Мен ветеринар емеспін, маман емеспін да. Сіздің енді осы Маңғыстау облысының тумасы екеніңізді жақсы білеміз. Жалпы жергілікті халықтың ерекшелігі қандай, осы туралы айтсаңыз? Жергілікті халықтың ерекшелігін айтпасам да өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Кей кезде жақсы жағынан көрініп жатырамыз. Кейде бір шулап кететініміз бар. Кейде кейбір нәрселерге шыдамай қалады, шыдамымызды тіпті өте төмен болып кететін жері бар. Мен өзім халқымды жақсы көремін. Мен жаңа айтып кеттім. Мен бұл жерде ата-бабам жатыр. Менің әкем осында дүниеге келген, өзім де осында дүниеге келдім. Мен жаңағы қарға баласын аппағым дейді ма? Мен де өзім маңғыстаулықтарды мысалы әлдеқандай қыламын. Кім не десе о десін. Жақсы көремін, сыйлаймын, араласамыз. Я бетке айтатын, тік айтып тастайтын жері бар шығар, бірақ ешкім арқасына пышақ үндеме келіп тықпайды. Оңтүстік жерден салмайды. Тек бір мысалы Жаңаөзенді меңзеп отырған шығарсың мүмкін. Ол да бар шығар ойыңызда. Мен сізге айтайын,
расында да кейде халықтың айтатындай бар. Мысалы, Жаңаөзенде қанша мұнайдың үстінде тұрған мекеме болса да, жастарды, балаларды апаратын дамыту орталықтары жоқ. Өкінішті ма? Өкінішті. Айтып отырғандардың жаны бар ма? Жаны бар. Қазір міне Қазмұнайгаз бұйырса, осы алдымызда қыркүйек айында ақыры жыр болып келген баяғы балаларды дамыту орталығын салайын деп жатыр. Оқушылар сарайын. Ол да бір халықты марқайтып тастайды. Мысалы, бір спорт кешендері де жоқ. Біз егер халыққа жағдай жасасақ, халық бәрін түсінеді. Халық шыдайды бәріне. Халыққа айтсақ, мына жер мына болып жатыр, бүгін болады, а мынау болмайды, себебі осындай. Не қаржы жоқ, не басқа жоқ себептер, халық бәрін түсінеді. Бірақ халықпен ашық сөйлесу керек. Ешқандай жаңағы бұрынғыдай, иә бұйырса, себебі тағы да бір нәрсеге сүйеніп отырып сөйлейтін заман кетті. Қазір ол заман кетті. Қазір халық бәрін түсінеді, көріп отыр, сауатты. Әлеуметтік желі деген бар, заңды оқиды, қазір халық ережені оқиды, үкіметтің қаулыларын жақсы біледі мысалы. Сондықтан ашық болу керек, болды, меніңше басқа. Әйтпесе біздің өзіңіз, енді мен бұлдамайым да, оны міндетсінбеймін де, бірақ өткен жолы өкінішке орай қазақ даласына қасірет келіп су басып кеткен кезде Құлсарыға ең алғашқы болып біздің Маңғыстаудың жігіттері ешкімнен барамыз ба деп сұраған да жоқ, ұйымдасса бір күн ішінде шығып алып кетті. Сондай біздің халық. Жақсы дейсіздер ме, жаман дейсіздер ме білмеймін. Енді осы халықты, Маңғыстау халқын, жалпы өңірді алдағы жылдары қандай қиындықтар күтіп тұр, және оны еңсеруде қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа су деп айтып кеттік қой. Екінші мәселе, бізде азық-түлік сырттан келеді. 85% сырттан келеді. Маңғыстауда көп өспейді. Тек жаңа сүт өнімдері, кейбір аздап жеміс-жидектер бар шығар. Сол себептен бізге қазір сәйкесінше ол сырттан келеді деген проблемасы, сырттан келер-ау. Сырттан келе берсін, ол бағаны тұрақсыз ұстайды. Сырттан келгесін ол бірде бағаны 80 теңге болып қояды, сырттан сататын жаңағы көтерме орталықтары. Ертең 120 теңге болып қоюы мүмкін, арғы күні 50 теңгеге түсіп жүрген баға секіріп тұрады. Вот тұрақсыз. Бұл жаңағы азық-түлік қауіпсіздігі деген проблема ғой. Сол себептен бұл жақта біздер бағаны тұрақты ұстау үшін үлкен жаңағы көтерме сауда орталықтарын салуымыз керек. Ал біреуі салынып бітіп қалды. Көбірек енді мына көрші өңірлерден болмаса мына өзбек ағайындарда үйреніп па, жылыжайлар салуымыз керек, теплицалар. Салған жігіттер бар, мысалы шетпеде салып қойды, жақсы жасап кетті дейді. Салған жігіттер айтады, өте тиімді дейді. Бірақ біз соған сол мәдениетке жете алмай жатырмыз. Қазір мына жердің астынан скважина қазып судың мәселесін көрейік деп отыр. Маяк деген жерде, Маяктың бер жағында 25 гектар жерді соған бөліп қойып отыр. Егер сол дұрыс су шығатын болса, біз газын тартып беріп, қайтадан сол айналып келіп жергілікті бизнесмен сөйлесесің ғой. Жергілікті азаматтар 5 гектардан жерді бөліп алып, 25 гектарға 5 жылыжай салайық дейді. Көреміз қызықта не болатынын. Ал жүріп кететін болса, онда жаппай соған көшу керек болатын шығармыз. Өзіміз қамтамасыз ету үшін. Әрине, екінші мәселе ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығында есіңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын жауын-шашын жаумай қалып, жер от болмай қалып, мал қырылып қалды бізде. Міне соған дайын болуымыз керек. Ойланатын мәселелер бар, проблемалар бар, жоқ демеймін. Енді де бәрін келістіріп, қатырып, керемет қылып шешіп отырды деп өзіме деп айтпаймын мен. Шеше алмай отырған да жерлерім бар. Барып төлеп қалатын әртүрлі себептермен. Көбісі ойлайтын шығар, әкім болғасын бәрін шешіп тастайды. Жоқ, бізде адам баласымыз, бізде ережеге, кейде тәуекелге баруға да бізде де жүрексініп қаламыз. Арты не болып кететінін ешкім білмейді. Оның тексерісі болады, әр құжаттың солай ғой. Миллиардтаған қаржы бөлінгеннен кейін тексеріс болады. Сол себептен бізде енді бұлай жиналыстардың үстінде солдырып отырғанмен кейбір жерлерде аяғымызды аңдап басамыз бізде. Бірақ қалай болғанда да бар ойымда, жатсам да тұрсам да, арманым да, ниетім де ертең кеткен кезде бір күн болмаса бір күн мен де кетемін ғой. Адам баласымен жүре бермейміз сонда. Әртүрлі себептермен. Кеткен кезде артымыздан бір жақсы із қалып, ертең мен ағайындарым, болмаса балаларым, болмаса достарым, осы мына біздің жаңағы баламыз істеген, бауырымыз істеген, істеп кеткен деп айтқанға не жетсін, халықтың батасын алып кету керек қой кеткесін. Құрметті Нұрдәулет Игілікұлы, Маңғыстау облысындағы маңызды мәселелердің бәрі шешімін табуына жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін Массагет KZ-ге арнайы сұхбат берген Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Игілікұлы.